Үйленген еркектердің мастурбация жасауына әйелдері кінәлі болуы мүмкін. Бір клиникалық жағдайды айтып берейін. Жақында бір жас жігіт келді, 23 жасында. Жыныстық қатынасты өте көп қалайды, бірақ әйелімен жыныстық қатынасқа түсейін десе, әйелі бермейді. Әйелі бермегендіктен ол өзін мастурбация арқылы қанағаттандыра бастады. Сөйлесе келе, осы жыныстық қатынастың болмау салдарынан осы отбасының ажырасу үстінде тұрғанын айтты. Бұл жақта кінә тек қана әйел жақтан болмауы да мүмкін. Бұл кінә екі жақтан да болуы мүмкін. Мысалы, еркекте жыныстық қатынаста сауаттылығы жоқ болу арқылы әйелін қанағаттандыра алмауы мүмкін. Қанағаттанбаған әйел жыныстық қатынаста бермеуі мүмкін. Немесе әйелдің өзінде де проблема болуы мүмкін. Гормоналды бұзылыстар болу салдарынан әйелде де жыныстық қатынасқа деген желанияның төмендеуі мүмкін. Сол үшін әйелінде, еркекте де жыныстық қатынаста сауаттылығы жоғары болу керек. Сол кезде отбасының шырайы бұзылмайды. Отбасыларыңызда осындай проблема болмасын десеңіз, үйленер алдында тексеріліп алған жөн болады.